О, молодец! Көзін жұм, Сербан, көзінді. Көзін жұм, көзінді. Давай. Молодец! Жарайсың. Ербаян жағдайы бұрынғысына қарағанда әжептәуір өзгеріс бар. Реакциялары, команда орындауы, қарындастарымен, інісімен сөйлесу, жаңағыдай белгілер беруі, Ербаян былай істеші, соның бәрін қайталауы, кім бір әңгіме айтып жатса, біреу сөйлеп жатса, соны тыңдауы, кәдімгі көзімен қарап тыңдап, құлағын тосып тыңдауы, оның бәрі өзгеріс. Бізге ешқандай дәрігер отқан жоқ. Енді 12-ші больница мен нейрохирургиялық орталықтың бәрін, дәрігерлердің айтуын, барлығын айтуы, бірақ сөз, ода ешқандай реакция жоқ, команда орындамайды. О бастан мен дәрігерлердің сөздеріне сенген жоқпын. Балаңызда реакция жоқ дегенге. Мен 8 ай бойы күресіп келатырмын солармен. Сенбеймін дедім сіздерге. Олардың выпискаларына да сенбеймін. Өйткені қаншама ауру диагноздар қойып берген, мен ол диагноздарға келіспеймін. Кейінгі нейрохирургиялық орталықтың өзінің диагнозында гепатит С бар дейді. Енді гепатит С-ның бәрі біледі ғой, қандай ауру екенін. Мен оның белгілерін мен баламдан көріп тұрған жоқпын. Ол белгілердің бәрі мен баламда болмаған. Жаңағы пневмониясы, оны мен баламда болған жоқ. Мен ойлаймын, неге қаптатып соншама диагноз қойып отыр? Себебі оны ертең қай больницаға барса да ешқандай больница қабылдамайтынын біліп тұр. Сол себептен сондай қылдырып тұр деп ойлаймын. Өйткені сол выпискаларын көрсетсек ешқандай больница қабылдамайды. Даже өзіміздің тұрғылықты жеріміздің поликлиникасына барғанның өзінде де бізді қабылдамады. Ербаян көзінді қысшы. Молодец, Ербаян, молодец. Мен Нацгвардиядан көмек болады деп те ойламаймын. Құр бос сөз. Осы уақытқа дейін уәделерін мен тойдырып келе жатыр ғой. Егер де шынымен көмектесетін болса, көмектесер еді ғой. Міне 9-шы ай уже. Осы баланы ауыстырып келгеннен кейін сол кісі сондай уәде берді да, маған хабарласып звондап, баланың смесін әкеп береміз деді, нутрикомпты. 100 штук әкеп берді. Мен оған рахмет айтпаймын. Не деп рахмет айтам? Әкеп берсін, міндеттері. Менің баламды осындай жағдайға түсірген солар. Басқа жағынан ешқандай көмек жоқ. Сол кезде мен айтамын, естіді. Мен медбикелер жалдап атқанымды бәрін естіді. Медбикелерді тоқтатып тастағанымды да естіді. Жаңағы медсестра жіберді, өздерінің военный медсестралар. Сол кісі естіді, мысалы. Сол барып айтпады дейсіз бе? Айтты. Сонда маған хабарласып қойды ғой. Медбике жалдап атсыз ба? Әрмен қарай жалдауға көмектесейік бе десе, мен қарсы болмаймын. Неге қарсы болам? Ешқандай көмек жоқ. Енді күндізгі уақыттағы медбикеге 18 мың, түнгі уақыттағы медбикеге 23-24 мың төлеп отырмыз. Күдіктілер дегенде, күдіктілер айдан анық қой, кім екені. Камера тұр ғой, сол камерадан көрсеңіздер бәрі анық көрініп тұр, кім екені. Бәрін куәгер ретіндегі тіркеген, негізі сол дәретханада кім болды, солар кінәлі. Өйткені мен қазірді өзім сыбыстар естіп жатырмын, солар екеніне. Оның шешім әлі айтылған жоқ, шыққан жоқ әлі. Негізі ол кейінгі сараптамаға мен сенімдімін, біз жеңетінімізге. Соңына дейін барамын, менің талабымды айтқанмен де олар орындамайды. Менің бар талабым баламды емдеп шығару. Ербаянымды баяғы Ербаянымдай жүргіздіріп, сөйлеттіріп, тұр
тұрғызып берсе, осы менің бар талабым. Балам денсаулығын қайтарып берсін. Мен неге сенбеймін? Өйткені мен айтып тұрмын ғой, журналистермен жаңағы 55-71 әскери бөлімге барған кезде айтқаны, әрбірдесін сіздің балаңызды шығармай қойсам, өлтіріп тастап шығармай қойсам, не істер едің деп сөйтеді ғой маған. Сендер кінәлісіңдер дегенде кезде. Мен содан кейін бұлардан ешқандай үміт күтпеймін. Улыбнись, подними брови, перестань улыбаться. Это твое модельное лицо. Сол жаңағы МРТ-ны түсірдік, енді сосын неткеннен кейін жаңағы Карима деген қыз, мен давай, менде Турцияда таныстарым бар, жаңағы врачтар, профессорлар, мен солардан консультация сұрап көрейін, осын жаңағы несін жіберейік деп. МРТ-ның несін жаңағы профессорлар шады ғой бізден, жаңағы Турцияға біз жібердік. Сөйтіп жаңағы МРТ-ны көргеннен кейін жаңағы Турцияның врачтары айтты, Ербаянда 100% аяққа тұрғызуға болады деді. Қазіргі Ербаянның миы прям күшті істеп жатыр деді, прям жақсы істеп жатыр деді, мұнда көрініп тұр деді. Енді қазір біз Германияға шығып жатырмыз, олар да жаңағы МРТ-ны сұрап жатыр. Жаңағы басындағы снимогын жіберіңдер, и бізге осы Ербаянның қай больницадан шыққан, қанеткен соны бізге жіберіңдер дейді, жаңағы 12-ші больницадан, жаңағы нейрохирургиядан дейді. Сол қай больница жатыр, соның нелерін выпискаларын жібереді. Жаңағы выписканы енді ертең Алла жазса ағылшын тілінде жаңағы неге аударып жатырмыз да, соны жіберуіміз керек ар жаққа. Енді қанша ақша кетуін біз оны білмейміз, пока қазір бізге ақша әлі айтқан жоқ, потому что қазір олар бірінші жаңағы МРТ-ны көреді, выпискаларын көреді, сонымен жаңағылар уже ақшаны да жаңағы қанша ай жататын да жылжататын сонымен ғана айтады бізге. А енді примерно қанша болады, жаңағы біз Германияны таптық деймін да, енді Германияға тапқан кейін сұрадық, ол айтты енді о жаққа пересадкамен барады екен. Пересадкамен барады дейді, о жаққа пересадкамен барғаннан кейін жаңағы Ербаянның визасы болу керек дейді, документі бәрі болу керек дейді. Енді примерно дейді жаңағы 500, 600, 700, может 1 миллиард болуы мүмкін деді. Енді біз қазір Минздравтан, неден жаңа үкіметтен жаңағы осы Ербаянның несін сұрап отырмыз, енді еміне көмектессін, бүкіл жаңағы документтеріне. Қандай қуанышпен кетті балам. Өзімді айттым, Ербаян, сен күзде барам дедім ғой, күзде барсаш, жоқ мама бара береш, күзіне бара береш деп сөйтіп кетті балам. Бірақ білмеймін, армияда бас кезінде ол ешқандай неткен жоқ. Мама армия жақсы, осылай айтты. Кейіннен осы 55-71-ге келген кезде дауысы өзгере бастады. Балам дауысы өзгере бастады. Сол кезде айтқаным, мен армияны ылғи мақтайтын. Ербаян, армия күшті ғой, сен военный болсайшы деп. Бірақ оның арманы тренер болатын. Футбол жақсы көретін. Кейіннен осы 55-71-ге ауысқан кезде хабарласып, ең соңғы демей қойшы, осы жарақаттағылардың алдында сөйлескен кезде айтқаны, мама, армия сіз ойлағандай емес екен. Сіз ойлағандай емес, мама деп. Неге олай айттың, Ербаян деген кезде? Армия деді. Армия, балабақша, мектеп, түрме, осы үшеуінің қосындысы деді ғой. Солай айтты. Бірақ бос уақытымыз көп деді. Армияда бос уақыт көп деді. Ол бос уақыт көп болғаннан кейін өзіңіз ойлаңыз, адам баласына бос уақыт болса, ойында қандай нелер болады? Айнымызға тағдыр қосқан